Балаңыз бірінші сыныпқа баратын болып, әлі сақауланып сөйлеп жүр ме? Кейбір дыбыстарды айтуға тілі келмейді ма? Онда осы видеоны көріңіз. Бұл видеода мен дыбыс деген не? Дыбысты дұрыс айтудың маңызы жайлы айтатын боламын. Сәлеметсіздер ме менің каналымның оқырмандары? Мен Салтанат Нұрекеқызы, 30 жылдық тәжірибесі бар бастауыш сынып мұғалімімін. Бұл каналда мен кіші мектеп жасындағы балаларды оқыту, оларды тәрбиелеу туралы өз тәжірибеммен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойсаңыз болады. Егер видео ұнап жатса, лайк басыңыз. Сіздердің қолдауларыңыз менің каналымның дамуына өте қажет. Сондықтан сіздерден қолдау күтемін. Сонымен бүгін баланың сақау болуы, дыбысты дұрыс айта алмауы туралы сөйлесетін боламыз. Былайша айтқанда, бүгінгі біздің тақырыбымыз баланың фонематикалық есту қабілетін дамыту деп аталады. Фонематикалық есту деген мағынаны, сөздің мағынасын түсініп алу үшін біз слух деген сөзбен орысша айтып көрейік. Сонда фонематический слух. Яғни фонематикалық слух дегеніміз біздің тіліміздегі айтатын дыбыстарды дұрыс ажырата білу қабілеті. Әр дыбысты ажырата білу қабілеті фонематикалық есту деп айтылады. Яғни фонематикалық слух деп аталады. Енді түсінікті болу үшін айта кетейін, бізде бұдан басқа музыкалық слух деген бар, физический слух деген бар. Яғни орысша айтатын болсақ, музыкалық слух деген ол нотаны қабылдай білу, нотаны тез түсініп алу, әнді тез жаттап алу, әннің сазын, музыкасын тез жаттап алуды біз музыкалық слух дейміз. Егер мысалы бір балаға музыканы үйрететін болсақ, ол музыканы бірден қағып алып, нотаға дәл түсіп тез үйреніп алады. Яғни бұл балада музыкалық слух дамыған болып тұр. Ал кейбір балалар болады, қанша үйретсең де ол әнді нақышына келтіріп айта алмайтын балалар болады. Яғни ол балада музыкалық слух дамымаған болып тұр. Сонда жаңағы мен айтайын деп отырғаным, фонематический слух деген ол әр балада болу керек. Біреуде болады, біреуде болмайды емес. Барлық балада фонематический слух, яғни фонематикалық есту болу керек. Бұдан басқа енді физикалық есту болады екен. Яғни физический слух дейді. Физический слух дегеніміз ол мысалы күннің күркіреуі, өзен суының сарқырап, тасты тасқа ұрып салдырап ағуы, сол сияқты түрлі жан-жануарлардың дыбыстауы, мысалы қазы қаңқылдайды, жаңағы қой маңырайды деген сияқты дыбыстайды ғой әр жануар. Соның өзін біз физикалық есту деп айтады екенбіз. Яғни біз адамзат баласы үшін осы естудің үшеуі де өте маңызды екен. Енді соның ішінде фонематикалық есту барлық адамға ауадай қажет. Енді өмірге келген сәттен бастап балалардың біз фонематикалық есту қабілетін дамытуымыз керек. Ол үшін біз әрбір ата-ана, әрбір мұғалім, үлкендер соған жауапты болып осы бағытта жұмыс істеуіміз керек. Әдетте 3 жасқа келген бала өз ойын сөйлемдермен толық жеткізе алады. Толық сөйлеммен сөйлей алса 3 жастағы бала, сөздері түсінікті болса, ішінде енді кейбір жекелеген дыбыстар болмаса, көп дыбыстарды анық айта алатын болса, бұл қалыпты жағдай. Егер балаңыз 3 жаста бола тұра әлі сөйлей алмаса, сөйлемді толық құрап айта алмаса, былайша айтқанда сақауланып, дыбыстардың көбін дұрыс айта алмаса, онда логопед маманға бару керек. Енді фонематикалық есту қабілетін тек қана логопед мамандар ғана емес, сонымен тәрбиешілер, бастауыш сынып мұғалімдері де бұны қалай жүргізу керек екенін, оның әдіс тәсілдері қандай екенін олар да біледі. Себебі әрбір педагогикалық жоғарғы оқу орнын оқығанда дефектология, логопедия деген сабақты тәрбиешілер және бастауыш сынып мұғалімдері қосымша оқып шығады. Яғни логопед мамандар сияқты терең білімдері болмаса да, алғашқы бастапқы білімдері болады осы фонематикалық есту қабілетін дамытуға байланысты. Мысалы, мектепке келгенде мынандай балалар болады, р дегенді и деп сөйлеп келеді, р дыбысын. Сонда радио сөзін ядио деп айтып келеді. Сол сияқты л-ның орнында и дыбысын айтып келетіндер болады. Мысалы, ала деп айту керек болса, ала доп дейтін болса, ая доп деп айтып келетін балалар болады. Сол сияқты ұқсас дыбыстарды, дыбысталы ұқсас с мен ш-ны шатастырып келетін болады. Екеуі де с болса, екеуі де с-ны да, ш-ны да ш деп айтып келетіндер болады. Саша деп айтсаң, шаша деп айтатын балалар болады. ж мен з дыбыстарын айта алмай келетін балалар болады. Екеуін бір дыбыс деп ойлап келетін балалар болады. Мысалы, жұмыс деген сөзді зымыс деп айтатын балалар болады. Енді осындай ситуацияда көбір ата-аналар бүйтіп ойлайды. Бұл енді жас ерекшелігіне байланысты, ертең әлі де өсіп кетеді, немқұрайды қарайтын ата-аналар болады. Бұндай жағдайда біз баланың фонематикалық есту қабілетін дамытпай, керісінше баланың дыбыстарды дұрыс қабылдамауына жол ашып қояды екенбіз өзіміз. Осы жерде біз
әрқашанда фонематикалық есту қабілетін дамытуды, дұрыс жолға қоюды өзіміз ата ана болсақ та үйде қолға алып жұмыс жасауымыз керек. Себебі фонематикалық есту қабілеті нашар баланың мектепте оқу үлгерімі де төмен болады. Мысалы, мен практикамда жаңағы айтқандай р мен ылды 7 жасқа келсе де айта алмай келген бала келді. Жаңа класстағы Риза деген қызды Иза деп айтып отыратын, Абылай деген ағасы болса оны Абияй деп айтып отыратын. Сонда мен енді ата анамен сөйлестім ғой, неғып бұған мән бермедіңдер, неғып жаңағы дұрыстамадыңдар десем, өзі қойып кететін шығар деп ойладық дейді. Сол сияқты өзім дегенде көп балалар өзім деп сөйлеп келетін балалар болады. Енді бұның бәрі мен өзімнің практикадағы балалардың фонематикалық есту қабілетіндегі кеткен кемшіліктер туралы айтып отырмын. Ата-аналар да, тәрбиешілер де, ұстаздар да осы балалардың кішкене кезінен осы есту қабілетін дамыту үшін түрлі жұмыстар жүргізуіміз керек. Енді ол жұмыстардың бірнешеуін айта келсем, мысалы бізде қазақ тілінде ы деген жерінде деген екі дыбыс бар. Олар жұп дауыстылар деп атады. Осы екі жұп дауысты көп балалар шатастырғаны диктант жазған кезде жазба жұмысында білініп жатады. Мысалы, жазатын жерге жазып қояды, немесе жазатын жерге жазып қояды. Егер осыны мен үйде өзім бастаймын, өзім қолға алып жұмыс істеймін десем, деп айтатын болсаңыз, ата-ана ретінде, бұл туралы интернетте өте көп материалдар бар. Фонематикалық есту қабілетін дамыту, немесе балаларға дыбыстарды дұрыс айтуды үйрету деп интернетке теретін болсаңыз, оның толып жатқан әдіс тәсілдерін көрсетіп береді. Фонематикалық есту ол әр дыбысты анық ести алуы баланың. Дыбыстың кейбіреуі қазақ тіліндегі созылып айтылатын дауысты болады екен, ал кейбіреуі кеуде қуысынан қысылып шығады да дауыссыз болатынын бала уже біле бастау керек, мектепке келмесе де. Ең бастысы, әр дыбысты қойған кезде оның артикуляциясын дұрыс қойып, анық айта білу керек. Енді фонематикалық естуін дамыту бойынша мен ата-аналарға мынандай кеңестер ұсынар едім. Біз айналадағы дыбыстарды үнемі естіп, соны балаларға түсіндіріп отыруымыз керек екен. Мысалы, өзен жағасына барған кезде өзеннің салдырлағаны, күннің күркірегені, жан-жауырлардың дыбыстарының әрқайсысын салып, олардың дыбыс екенін айтып отыруымыз керек. Одан басқа музыкалық дыбыстар бар екен. Ән айтқан кезде біз 7 нотаны пайдаланып, түрлі аспаптарда үн шығарып, дыбыс шығаруға болатынын да балаларға айтып отыруымыз керек. Және енді нақты фонематикалық дыбыстарға айтатын болсақ, бұл жерде әр дыбысты ұзақ айтқызып дағдыландыруыңыз керек. Әр дыбысты жеке-жеке айтқызасыз. Оның дұрыс айтуына түрлі ойындар қолданасыз. Егер дыбысты ажырата алмай қиналып жатса, онда сөзге тілі келмей жатса, сол сөзді баяу қайта-қайта бірнеше рет айтып көріңіз. Мысалы, қажет болып жатса, өзіңіздің шамаңыз келмей жатса, онда логопед маманның қабылдауына апаруыңызға болады. Енді тағы да бір айта кететіні, бізде айтылуы ұқсас сөздердің екі сөздің мағынасын жете түсіндіріп отыруымыз керек. Мысалы, әуе, ауа. Әуе деген ол аспан, ауа деген біз демалатын табиғаттағы ауа. Ауаны біз көрмейміз, дәмі жоқ, иісі жоқ, түсі жоқ деген сияқты түсіндіріп отырамыз. Сай және шай. Сай ол жер бетінің бір бөлігі, шай деген біздің ішетін сусынымыз. Рас, лас. Рас деген ол шын деген мағынаны білдіреді, лас деген бір заттың кір екенін білдіреді деген сияқты. Осылай екі сөзді қатар қойып, екеуінің де мағынасын түрлі жағдайларда түсіндіріп отыру керек, түрлі мысалдарға салып түсіндіріп отыру керек. Және сөздерді буынға бөлуге үйрету керек. Бұл жерде кейбір сөздер болады, алғашқы буындары бірдей болады да, соңғы буындары әртүрлі болып келетін сөздер бар. Мысалы, көше, көже. Көшені де көше, көжені де көже деп айта салатын балалар болады. Сол ш мен ж-ның ортасында екеуіне де ұқсатып айтатын болады. Сол кезде біз осы көше, көже деген сияқты дыбыстарды ш мен ж-ның анық айтылуын баладан талап етеміз. Сол сияқты кесе, кеше. Бұл жерде ке деген алғашқы буындары ұқсағанмен, се, ше деген соңғы буындарын анық айтылуын баладан талап етіп, соны үйретуіміз керек. Әрине, енді бала мектеп жасында болмаса, әлі бірінші сынып оқитын бала болса, көбінесе ойын түрінде ұйымдастыруға болады. Енді осы мектепке дайындық тобында болса да, бірінші сыныпқа баратын бала болса да, біз сөздерге үй жағдайында ата-ана өздері дыбыстық талдау жасауға үйретуіміз керек. Мысалы, ең қысқа сөзден бастаған сөз, бірінші лақ деген сөзді айтатын болсақ, бірінші дыбыс л. Екінші дыбыс а. Үшінші дыбыс қ деп, әр дыбысты осылай бөліп көрсету өте маңызды. Себебі бізде әріп үйретуден бұрын дыбысты дұрыс айтып жүреді. Яғни алдымен дыбысты дұрыс естіп, анық айтамыз, сосын барып сол дыбыстың әріп таңбасымен таныстырамыз. Міне сондықтан балалардың фонематикалық есту қабілетін дамыту өте маңызды екен. Сондықтан ата-аналарға балаларымыздың оқуда жақсы оқу үшін, оқу үлгерімінің жоғары болу үшін
балаларыңыздың есту қабілетін, дыбыстарды есту қабілетін жақсы дамытып, дыбыстарды дұрыс айта білуге ерте жастан баулыңыздар демекпін. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бұдан басқа да менің ата-аналарға арналған видеоларым бар, каналымнан көріп танысып қарап шықсаңыздар болады.